Өткір сөзді, хақиқатлықты, терең философиялық көріністі суретлеп, өз заманның ділуар, қалықшыл шайыр сыпатында даңқ таратқан классик әдебиетіміздің көрнеклі уәкілі Қоңқожа Ыбырайымұлы болды. Ол 19-шы әсірдегі жаңа қосық жанрындағы жазба әдебиетті пайда еткен ұлы шайыр һәм Бердақ, Өтеш һәм тағы басқа да шайырларға қадірлі ұстаз болып есептелінген. Біз тарихқа назар салсақ, шайыр жасаған заманның теңсізлігін көреміз. Дағдарыслы өмірді аямай ашқаралаған шайыр қосықларының әр бір қатарында терең мәні һәм өткір хақиқатлық бар. Халықты күреске шақырып, әділсізлікті бекарлағысы келеді. Біз мектеплерде, орта һәм жоғары оқу орындарында Қоңқожа қосықларын үйренеміз. Қарақалпақ көркемөнер тарихында, соның ішінде 19 ғасыр Қарақалпақ классик әдебиет тарихына назар тастасақ, Қоңқожа Ыбырайымұлы дөретушілігі өзінің бай, үлкен дөретушілік талантына ие шайырларының бір сыпатында сәулеленеді. Шынында да бұл 19 ғасыр Қарақалпақ классик әдебиеті Қарақалпақ әдебиет тарихындағы ең бір үлкен дәуір болды. Сол дәуірде белгілі талант иелері шықты. Қоңқожа Ыбырайымұлы, Әжінияз Қосыбайұлы, Бердақ Қарғабайұлы сияқты белгілі талант иелері Қарақалпақ халқының мәдени мирасында үлкен орнына ие таланттылар. Солардың ішінде Қоңқожа Ыбырайымұлы дөретушілігін тоқтасақ, шынында да шайыр дөретушілігі өзінің бай көркемөнер дүниясында бай із қалдырғандықтан, ол Қарақалпақ әдебиеттану ілімінде 20-шы ғасырдың дәстепкі дәуірлерінде әдебиетшілеріміз назарында болды. Бұл бойынша белгілі зерттеу жұмыстары алып барылды. Солардың ішінде ең дәстепкі Қарақалпақ әдебиеттану ілімінің бастаушыларының бірі Нәжім Дәуқараев өзінің үлкен Қарақалпақ әдебиет тарихы бойынша фундаментал минетінде, революцияға шегемгі Қарақалпақ әдебиет тарихының очерктері минетінде Қоңқожа дөретушілігі бойынша дәстепкі іліми мағлұматлар берді. Оның шығармаларына толық баға берді. Бұнан кейін Қарақалпақ әдебиет тарихында Наурыз Жапақовтың революцияға шекем Қарақалпақ әдебиет тарихында реализм мәселесі деген минетінде шайыр шығармаларының реал тұрмыспенен байланысты. Яғни Қарақалпақ халқының 19-шы әсірдегі хақиқи өмірі, күн көрісі, олардың жасау шараятларының тікелей Қоңқожа шығармаларында сәулелену өзгешеліктерін дәлелдеп берген бірден бір ілімпаз. Соңғы дәуірлерде де бұл бойынша арнаулы минетлер, мақалалар жазылып отырды. Ең текарғы іліми жұмыс 20-шы ғасырдегі ең дәстепкі іліми монография бұл Бабаш Исмаиловтың Қоңқожаның өмірі һәм творчествосы деген минеті 1961 жылы Қарақалпақстан баспасынан шықты. Қарақалпақ мемлекет баспасының сол дәуірде. Бұл минетте Қарақалпақ халқының хақиқи талант сыпатында Қоңқожа дөретушілігі әдебиеттану ілімінде әр тәріфлеме дәлелденді. Бұл дәстепкі іліми минет болуына қарамастан, бұнда 4 баптың өзінде Қоңқожа шығармаларының дәстепкі жиналу мәселелеріне әтібар қаратылды. Екіншіден, Қоңқожа шығармаларының идеялық бағдарлары, оның көркемдік өзгешеліктеріне әтібар қаратылды. Сонымен бірге ең текарғы сыпатында әдеби мирас сыпатында ізетлену текарғы бағдар болғанменен, бұл үлкен монография Қарақалпақ әдебиеттану ілімінде елеге шеген өзінің құнын жойтқан жоқ. Сондай үлкен минетлерде Қоңқожа дөретушілігінің үйренілуі Қарақалпақ халқының милли тұрмысында оның белгілі һәме ят болып кеткен халқымызға орақшылар, шопалар, ұмытпаспан қосықлары әр біреудің көз алдына хақиқи Қарақалпақ халқының милли тұрмысы келеді. 19-шы ғасырдегі халықтың жасау шараятлары, оның реал өмірі хақиқи бағдарда жырланғанын көреміз. Сонымен бірге екіншіден шайырдың шығармаларында дидактикалық ақыл насихат қосықларының берілуі. Бұл шынында тек Қоңқожа емес, 19-шы ғасырдегі барлық талант иелерінің дөретпелерінде басты орында болды. Бұл тарауда шайырдың елменен қосығы, аспанға ұшарсаң болса қанатың, шат боларсаң шадлы болса елатың, халқың менен болса мақсат мұрадың деген қатарлары біздің бүгінгі Қарақалпақ әдебиетінде барлық дидактикалық қосықлардың үлгісі сыпатында тән алынғаны мәлім.
Бұл шынында да бүгінгі жәмиетшілік тұрмыста шайыр шығармаларының реал өмірмен байланысы бүгінгі күнге де оның құнын жойтқан жоқ. Себебі шайыр шығармалар әр тәріплеме идеясы терең, көркемділігі жоғары. Бұлардың әмбесі халықтың тұрмысымен байланысы болғанлығында, реал өмірден алынғанлығында болып табылады. Пайтақтымыздағы Бердақ Милли музейінде Күнқожа шайырдың дүрөтушілігіне арналған «Қалқың менен болсын мақсет мұрадың» атамасында әдеби кеше өткерілді. Шайыр қосықлары, бақсылар, жыраулар тарапынан һәм заманауи қосық түрінде де атқарылып, халқымыз көркем өнерінен орын алған. Біздің дәуірімізде мектепке барған уақытымызда енді бастаңғыш класслардан кейін біздің қарақалпақ тілінен мұғаліміміз Зарлық Алламбаев деген үлкен қарақалпақ класслары үшін әліппелерді жазып жүрген, соған қосылып Есемұрат ағалардың әммесі соларменен қатара оның фамилиясы жазылып жүрген адам еді Қоңыратта. Сондай адамдар оқытты. Сол уақытта айтатыны оның Посқан ел шығармаларын жиын жырау деп айтып. Онан кейінгі біздің шайырларымыз Күнқожа, онан кейін Бердақ, Әжнияз деп санап кетеді оны еді. Мінекей ер жетіп, 13-ны да біткеріп, Нөкіске келіп, филармонияға қосықшы болып, міне сол кісілердің шығармаларынан қосық айтуға талапландық. Сол кісілердің шығармаларын анықлап оқып, оған себепкер болған композиторлар. Міне Кеңесбай Абдуллаев деген бір жақсы, белгілі, сүйкімлі халыққа композитор өтті дүниядан. Сол Кеңесбай Абдуллаев бізге кел, енді ол әзіргі заманауи шайырларымыздың қосығы 25-те деген қосықты жазып, Күнқожаның біздерге соны үйретіп, соны айттырды. 25-те деген қосықты айтқанымызда көп жасылармен, мәселен, филармонияда істеп, гастролда көп жүрдім, басқа қоңыслас республикаларда, қоңыслас елдерде, қоңыслас облысларда қосық айтып жүргенімізде, осы қосықты сорап басылайтын еді. Сол қосығыңды айтып бер деп, мұнай кішкентай хат жазып, балалар келіп ұсынып тұратын еді. Солар жинағанымызда көп жерінде 25-те деген қосық айтылып тұратын еді. Бұның себебі де еш бұл тозбайтығын шығармады. Өзінің қайсы дәуірде, қайсы заманда болсын, адам 25-те болады. Бұның бәрі, әрбір адам, әрбір жігіт 25-ке келгенше өзінің жасылық дәуірінде, жасылық мұхаббатын, жасылық өзінің жігерін, өзінің характерін, өзінің не болса соған қызығып кететіғын, қызығушылықлары пайда болатығын күллер де бұл. Мәселен, шайырдың қосықларында, қосығында, қосық қатарларында енді мен өзім айтқанымменен көп нәрсені көп уақыттан бері айтпағаннан кейін ұмытыңқыраман бұратқан шығарман. Көзді жұмып биік таудан асарсаң, есерленіп жанды отқа басарсаң, ұрылардай қыздың жолын тосарсаң ау, қазандай қайнаған 25-те деп айтады оны. Енді ол уақытта музыкаменен неменен айтсаң һәм жас дауыс, әрекет, сахнада сөйтіп айтқанда сөздерге халық қызыққан ғой. Жаслар ядлап алған Күнқожаның кітапларын қайтадан адамдар көтеріп қолға алып, ұсық қатарларды, ұсындай 25-те деген қосықларын адамдар ядға алып, тойларда, мерекелерде, бірге көргелерде, мүмкін жас жігіттер қызларға баруын айтқан қарағым.
сайраған бүлбілі болмаса, сайраған бүлбілі болмаса, іші хауазға толмаса, уақытында жайнап тұрмаса, ашылған гүләу неге керек, ашылған гүләу неге керек. Uzaqdan көзге түспесе, самалы қатты еспесе, төбесі бұтқай тимесе, асқар таулар неге керек, асқар таулар неге керек. Бермесе, халықпенен ойнап күлмесе, кәт құдалар неге керек, кәт құдалар неге керек. Bülbül болып сайрамаса, қуанысып ойнамаса, ер сәні қу өмірлер неге керек. Халықтың сөзі жақпаса, дариядай болып ақпаса, елді жаулардан бақпаса, батыр ерлер неге керек? Шайырдың неге керек қосығында халықты ерлікке, адамгершілікке, адалдыққа шақырады. Оның шығармаларының ұлылығы сонда өмірді, халықтың тұрмысын асла бұрмаламастан жырлағанында. Себебі халық дәртіменен жасаған шайырдың өзіне тәнлігін, мәртлігін көреміз. Өтміште үйренгенде біз Күнқожа творчествосы арқылы халқымыздың мәдени байлығын, жер, су атамаларын, сонымен бірге халқымыздың бір үлкен тарихының бір өшпес үлгілерін көреміз. Әрдайым Қарақалпақ классик әдебиетінің тырнағын салу кім деген сұраулар туылады да. Меніңше бұл сұраудың өзі де дұрыс болса керек, себебі Қарақалпақ классикалық әдебиетінің тырнағы бір адамнан, бір жылда емес, бұл дәуірлер өтуіменен, со дәуірлер талабына жауап беруімен қаланса керек. Бердақтың шығармаларының кең таралуы, Бердақ шығармаларының көп зерттелінуі бұл Күнқожа шығармасына болған халықтың талабын кемейтпейді. Қайтама Бердақты үйрену арқылы халық Күнқожаға бұрынғыдан жақынасады деп ойлаймын. Себебі Бердақ өзінің қосығында 1,5 ай бірге жатып, айтып сөзімді тыңлатып, керек жерлерін оңлатып жүрген күндерім, қартайғанда Күнқожаны көрген күндерім деп, өзінің Күнқожамен бірге өткерген күндерін де ұлғылайды. Өзіне ұстаз тұтынады. Демек, Бердақтай ұлы адамға ұстаз болған бұл Күнқожаның дөретпелері біздің халқымыздың мәдени байлығында, әдеби байлығында терең орны бар. Бердақ биыл 185 жасқа толады. Бердақ Милли музейі осы сәнеге байланыслы Бердақтың ұстазы Күнқожаның әдеби дөретушілік өміріне байланыслы «Халқың менен болсын мақсат мұрадың» деген атамада кеше жүргізгенбіз. Әлбетте, біз отанды сүйушілікте, отанды қадір тұтуда, отанға болған сатылығымызда Күнқожаның шығармаларын үйренсек, еш қателеспейміз. Себебі Күнқожа шығармасында сондай айтылады: «Халқың менен болсын мақсат мұрадың, аспанға ұшарса болса қанатың, шат боларсаң шадлы болса елатың» деп айтады. Сайраған бүлбілі болмаса, іші хауазға толмаса, бәр құлар жайнап тұрмаса, ашылған гүл неге керек деп айтылады. Демек, Күнқожа өзінің философиясынан келіп шығып, кейінгі әулетларға сондай мирас қалдырған, инсан тек қана өзінің қарабасының ғамымен жасап қалмау керек. Ол өз өмірінде сондай инсанилық
әдеп икрамға, инсанилық, фазилетке ие болу керек. Өзінің өмірін жайнатуымен бірге келешек әулетқа да бір мирас етіп қалдыру керек. Мәселен, 25-те деген қосық хақында жаңа Байрам аға жүдә жақсы айтып кетті. 25-те деген қосығында біз 25 жасар адамның қандай күш қуатқа толатығынлығын, 25 жасар адамның бір жігітті көз алдымызға келтіреміз. Сол жасылықта ғана пайда болатығын, сол жасылықта ғана адамда бір пайда болатығын бір мінез құлықты, характерді көреміз. Сондай образ жаратқан Күнқожа. Көз алдыңа 25 жас еш нәрседен тай салмай тұрған, ашықтық отында өзінің отқа да суға да ұрып тұрған бір 25 жасар жігітті көз алдымызға келтіреміз. Күнқожаны көрмегенменен, Күнқожаның өмірімен таныс болған адамдарды көрмегенменен біздер дәуірме дәуір, әулеттен әулетқа өтіп кетірген шығармалар арқылы Күнқожаны көз алдымызға келтіре аламыз. Мәселен, Жолмырза Мырзаевтың Бердақ спектаклінде, Бердақ пьесасында Күнқожа образы бар. Әжінияз Ибраим Юсуповтың Әжінияз операсында Күнқожа бар. Онан кейін Ерназар Алакөзде де Күнқожа бар. Ибраим Юсуповтың Күнқожадан билер кеңес сұраған деген бір қатарлары бар. Демек, бұл Күнқожа өз өмірінде сол билерге кеңес бере алатығын, ауыл елді жақсылыққа басылай алатығын, соныңмен бірге өз шығармалары арқалы кейінгі әулетқа да үлгі бола алатығын бір ұлы инсан болып жасаған. Біз Күнқожаны еледе терең үйренуіміз керек. Күнқожа хақында Бабаш Исмаилов кандидатлық диссертация жақлаған соңғы уақытларында енді Күнқожа жүдә бір бердақтай болып, жүдә терең зерттелінмей жатыр. Бұл да біздің дәуіріміздің, біздің заманымыздың кемшілігі. Біз оны толықтырып баруымыз керек һәм жастардың қалбіне Күнқожаның шығармаларын терең сіңдіру арқылы оларды отанға сүйіспеншілікке тәрбиелей алатығымызға сендіруіміз керек. Ata babam Türkistan'dan